Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Сенімен бірге тағы да шәкірт онлайн мектебі және де мен Салтанат апай. Бүгінгі біз математика пәнінен өтетін менің ең сүйікті тақырыптарымның бірі теңдеулер тақырыбы. Теңдеулерді шығармас бұрын екеуміз жасап тұрып миымызды мынадай тапсырма барысында қыздырып алайық. Ал кәнекей, ең бірінші сабақты бастамас бұрын барлық құрал жабдықтарды, кітап, дәптер, қалам, қарандаштарыңды дайындап, сақадай сай отыр. Ал кәнекей, бірінші есепті шығар дейді. Мұқият мені тыңдап, сосын екеуміз бірге сол есепті ауызша шығаратын боламыз. Бірақ қасыңда қосымша дәптер ұстап отыр. Ал кәнекей, оқушылар үйінде жас ғарышкерлер үйірмесі ашылды. Әрқайсынан 2 данадан 2 түрлі телескоп сатып алынды. Телескоптың бір түрінің бағасы 78.900 теңге болды. Егер барлық саудаға 371.800 теңге төленген болса, онда телескоптың екінші түрі қанша теңге тұрады дейді. Ал кәнекей, ендеше осы есепті екеуміз бірге шығарамыз. Ғарышкерлер үйірмесі ашылды дейді. Неге ғарышкерлер үйірмесі деп ойлайсың? Бұл есепке мысал ретінде бұны бекерден бекер алмаған. Себебі біз қазір мына 4-ші сыныптарда үлкен ғарыш деген тақырыпты өтіп жатырмыз. Қалай ойлайсың, ғарышкерлер үйірмесінде нелерді үйретеді? Дұрыс, ғарыш ғылымын, яғни мына астрономия ғылымын үйрететін болған. Ал енді есебімізге оралайық. 2 және әр қайсысы бізде 78.900 теңгеден болды. Ал енді екінші түрі бізде белгісіз теңге. Барлығына 371.800 теңге ақша төленіпті. Ал енді біз мына екінші телескоптың бағасын табу үшін бірінші телескоптың бағасын не істеуіміз керек? Барлығынан азайтуымыз керек. Ал кәнекей, шешуіне 371.800 азайту, жақшаның ішінде міне бір телескоп 78.900 тұрса, екеуі қанша тұратынын табу үшін көбейтеміз. Ал кәнекей, бірінші амалдардың реті бойынша жақшаның іші немесе мына жерде көбейту орындалады. Екінші азайту орындалады. Ал кәнекей, қосымша парағыңа осыны тез баған түрінде есептей қой. Ал кәнекей, есептеген кезде мына мән, яғни 214.000 шықты ма? Егер сенің шығарған мәнің менің шығарған мәніммен тура келсе, яғни сенің есебің дұрыс дейді. Екінші телескопқа барлығы 214.000 теңге жұмсалыпты. Енді бір телескопты табу үшін не істейміз? 214.000-ды 2-ге бөлеміз. Кәнекей, қанша шығады? 107.000 теңге. Екеуміздің шығарған мәндеріміз дұрыс шықты ма? Егер шықса, саған жарайсың демекпін. Тамаша, яғни сенің тапсырмаң дұрыс. Телескоп туралы біраз мағлұмат айтып берейін. Жалпы телескоп деген не үшін? Және де ғарышкерлер үйірмесіне не үшін телескоп керек болды екен деген сұраққа жауап берейікші. Телескоп дегеніміз мына астрономиялық құбылыстарды, жұлдыздарды, яғни ғарыш денелерін бақылауға арналған құрал болып саналады.
Оның түрлері өте көп екен. Жалпы сен телескоптан осы ғарыш денелерін бақылап көрдің бе? Егер бақылап көрмесең, ата-анаңмен, үлкен аға әпкелеріңмен расатханаға, яғни обсерваторияға барсаңдар болады. Ол мекемеде неше түрлі телескоптар, яғни ғарышты зерттейтін неше түрлі құралдар бар. Келесі тапсырмаға көшейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз теңдеулер деген тақырыпты әрі қарай не істейміз? Өзіміздің шығару деңгейімізді машықтандырамыз. Осы күнге дейін сен бірінші сыныптан бастап жай теңдеу, одан жай теңдеуден күрделі теңдеуге көштің. Міне, бүгін біз 4 күрделі теңдеу, бірақ ол теңдеулердің ішінде сол жағы, оң жағы емес, барлық белгісіз айнымалды, белгілі сандар да мына сол жақта болса, не істейміз? Оң жаққа қарай өрнекті шығарып, жай теңдеуге қалай айландырамыз, соны түсіндіретін боламын. Ал кәнеге бірінші теңдеуді қарастырайық. 5 көбейту y азайту 10 тең 15 дейді. Еске түсіреміз. Амалдар орындалу реті бойынша бірінші көбейту ма, азайту ма? Қай амал бірінші орындалады? Әрине көбейту. Белгісіз айнымалысы бар, яғни осыны астына жазамыз. 5 көбейту y тең. Ал енді мына азайту, мына жаққа қарай шыққан кезде қосуға айналады. Ал кәнеке жазамыз 15 қосу 10. 5 көбейту y тең 15-ке 10-ды қосса 25. Ал енді 5 көбейту y тең 25 деген бізде жай теңдеу. Әрі қарай саған шығару оңай болады. Келесі екінші түрін қарастырайық. 63 бөлу жақша ішінде 15 азайту x тең 7 дейді. Ең бірінші мына жақшада белгісіз айнымалы болса, ең бірінші жақшаны ашамыз. Есіңде сақтай ғой. Яғни 15 азайту x тең. Ал енді мына жерде біз бөлгішті табу үшін бөліндінің мәніне бөлеміз. 15 азайту x тең, енді 63-ті 7-ге бөлсек 9. Міне, жай теңдеуге дейін айландырып алдық. Әрі қарай шығару бізге оңай. Келесі үшінші теңдеуді қарастырайық. Үшінші теңдеуіміз 12 қосу, жақша ішінде x қосу 34 тең 83. Тағы да белгісіз айнымалы бізде жақшаның ішінде. Яғни жақшаның ішін не істейміз? Ашамыз. X қосу 34 тең. Ал енді мына қосу мына жаққа қарай шыққан кезде ол азайту болады. 83 азайту 12. X қосу 34. Енді 83-тен 12-ні азайтсақ, бізде 71. Міне, жай теңдеуге дейін әкеліп алдық. Әрі қарай шығару бізге әлде қайда жеңіл. Төртінші, соңғы теңдеуді қарастырайық. 4 көбейту жақша ішінде x азайту 5 тең 28. Тағы да бізде жақша кездесіп тұр. Не істейміз? Жақшаны ашып, сол жағына қарай жазамыз. X азайту 5 тең, мына көбейту сол жаққа шыққан кезде бөлу болады. 28 бөлу 4. X азайту 5 тең, 28-ді 4-ке бөлсек 7. Міне, біз жай теңдеуге дейін әкеліп алдық. Әрі қарай шығару бізге оп-оңай. Тамаша. Енді осы теңдеуді жақсылап тұрып, соңына дейін шығарып, мәндерін шығарғаннан кейін тексеруін міндетті түрде жасай ғой.
Бұл тақырып саған түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінікті болмаған жағдайда, осы видеоны бір 2-3 минутқа алдыға қарай жылжыта қой. Бұл тақырыптың тағы да бір қызықты тапсырмасының бірі, ол сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығару үшін теңдеу құру қажет. Есептің суретіне қараймыз. Суретте қанша адам көрсетілген? Екеу. Бірінші мотоциклшы және де екінші мотоциклшы. Мына жерде екінші адам мопед айдап бара жатыр, бірақ оны да мына жылдамдығы аз мотоциклшы деп есептей берейік. Келістік пе? Ал кәнекей, екеуі қанша километр ара қашықтықтан бір уақытта шығыпты? 60 километр ара қашықтықтан бір уақытта бір бағытта қарай шыққан екен. Әр қарай бірінші мотоциклшының жылдамдығы қандай екен? 45 километр сағат. Ал екінші мотоциклшының жылдамдығы қандай? Сағатына 30 километр. Ал енді бізге нені тапсын деп тұр? Дұрыс, қанша уақыттан кейін олар кездеседі дейді. Балақай, мына есептерді теңдеу құрау үшін бірінші біз оны жай формулаға салып шығарып алуымыз керек. Ал кәнекей, бірінші біз жалпы шартын бәрін жазып алайық. Бірінші мотоциклшының жылдамдығы 45 километр сағат. Ал екінші мотоциклшының жылдамдығы 30 километр сағат. S бірдеке тең 60 километр. Және бізге Т, яғни уақытын табуымыз қажет. Ең бірінші, бұл есептерді шығару үшін жалпы балалар қанша уақытта кездеседі? Яғни екі адам бір-бірінен бірнеше километр немесе метр қашықтықтан шығып, бір бағытта қозғалып, қанша уақыттан кейін кездеседі деген есеп болған жағдайда қалай шығарамыз деген сұрақ туындайды. Ең бірінші, біз мына екі жылдамдығының айырмашылығын тауып алуымыз керек. Ал кәнеке В тең, оны табу үшін біз В1-ден азайтамыз В2-ні. Орын-орнына қояйық. 45 километр сағат азайтамыз 30 километр сағатты. Екеуінің жылдамдық айырмашылығы 15 километр сағат екен. Ал енді бізде мына Т-ның формуласы еске түсіруіміз керек. Біз S-ті V-ға, яғни қашықтықты жылдамдыққа не істейміз? Бөлеміз. Ал енді екеуінің ара қашықтығы мына 60 километр. Осы 60 километрді мына екінші мотоциклшы қуып жету үшін оның 15 километр сағат артық жылдамдығы бар. Яғни біз мына 60 километрді 15 километр сағатқа бөлу арқылы екіншісі біріншісін қанша уақытта қуып жетеді, яғни екеуі қанша уақытта кездесетінін таба аламыз. Орын-орнына қояйық. Т тең 60 километр бөлу 15 километр сағат. Километр мен километр қысқарады. Т тең 60-ты 15-ке бөлсек неше? 4 сағат. Тамаша. Міне, біздің есебіміз дайын. Енді бұл есептің дұрыс еместігін міндетті түрде біз тексеруіміз керек. Ал кәнекей, бірінші 45 километрді, километр сағатты 4 сағатқа көбейте қой. Қанша болады?
180. Ал енді 30 км сағатты 4 сағатқа көбейте ғой. 120 км болады. Ал енді осы 180 мен 120-ның айырмашылығын табайық. Сол кезде 60 км шықса, біздің есебіміз дұрыс деген сөз. Әрине 60 шығып тұр. Біздің мына шығарған есебіміз дұрыс. Ал енді осы есепке біз не істеуіміз керек? Теңдеу құрастыруымыз керек. Осындай қашықтыққа берілген есептерді шығару үшін ең алдымен әрқашан олардың формулаларын қайталап отыр. Келістік па? Мысалы, біз қашықтықты табу үшін не істеуші едік? Дұрыс, жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Тамаша. Ал енді керісінше уақытты табу үшін не істеуші едік? Қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Ал енді үшінші бізде жылдамдықты табу үшін не істеуші едік? Қашықтықты уақытқа бөлеміз. Міне, біз осы үш формуладан осы қашықтыққа берілген есептердің барлығы шығады. Ал енді орын-орнына қояйық. Бізде 60 километр. 60 километр дегеніміз бізде S. Оны тең 60 деп жазып аламыз. Яғни, біз S-ті табу үшін мына жылдамдықты уақытқа көбейтуіміз керек. Ал жылдамдықты табу үшін біз екеуінің несін табу алуымыз керек? Айырмашылығын, яғни 45 азайту 30. Бұл бізде нені таптық? В-ны. Ал енді Т бізде белгісіз, яғни көбейтеміз. Белгісіз Т-ны біз X деп алсақ болады. Міне, біздің теңдеуіміз бұлай. Жақша ішінде 45 азайту 30, жақша жабылған көбейту X тең 60. Сол кезде міне, В көбейтілген Т тең S. Осындай шығады. Әр қарай бұл теңдеуді сен шығара аласың. Бірден жақшаны ашып, мәнін жазамыз. 15 көбейту X тең 60. Ал компоненттерге бөлейік. Бірінші көбейткіш, екінші көбейткіш көбейтіндінің мәні. Екінші көбейткішті табу үшін біз не істеуші едік? Көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлеміз. Әрі қарай тура біздің бірінші шығарған есебіміз туралы 4 сағат шығады. Тамаша. Міне, бұл есепті түсіне алдың ба? Мен саған оңай жолын және де дұрыс жеткіздім деген ойдамын. Тағы да бір қайталау үшін біз болашақта осыған ұқсас есептерді тағы да шығаратын боламыз. Енді тағы да бір қызықты есептердің бірі сен зерттеушісің деген. 10-шы тапсырмаға көшейік. Жақсылап тұрып, суретіне қарай қой, ал мен тапсырмасын оқиын. Таразы дегенді білесің ғой, екі нәрсені өлшейтін құрал. Таразының бір табақшасына 5 бірдей шар және 3 бірдей текше қойылды. Ал екінші табағына 4 шар және дәл сондай 4 текше бар. Таразы теңесіп тұр. Қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр дейді? Шар ма, текше ма? Міне, осындай бізге қызық сұрақ қойыпты. Бұл сұрақтың жауабын табу үшін сен мына суретке жақсылап тұрып мұқият қарай қой. Бірінші таразыда 5 шар мен 3 текше. Екіншісінде 4 шар мен 4 текше. Мұқият қарасақ, бізде әр мына табақшада бір шар мен бір текше, екеуінде айырмашылық болып тұр. Ал қалғандарында барлығы бірдей. 4 шар
және де 3 текше және 1 шар мен 1 текше екеуінде не істеп тұр? Айырмашылық болып тұр. Ал енді екеу теңесіп тұр дейді. Қалай ойлайсың? Қайсы ауыр, қайсы жеңіл? Екеуі теңесіп тұрса, әрине екеуі бір-бірден болып тұр. Яғни бір-біріне тең. Міне, бұл есептің жауабы осындай. Сонымен бүгін жақсылап тұрып сабағымызды қорытындылайық. Ең бірінші біз сабақта осы телескоп жайлы ғарыш ғылымының тағы да бір құралы зерттеудің сол телескоп туралы есеп шығардық. Ол туралы кішкене ғана мәлімет алдың. Сонымен қатар күрделі теңдеулердің шығару мына 4 жолын көрсеттім. Яғни, егер күрделі теңдеу болса, оны жай теңдеуге дейін жеткізу керек деген мақсат қойылады. Әр қарай біз мына суретке қарап есеп шығарып, оған теңдеу құрастыру барысында ең бірінші біз қуып жету есебін қалай шығару керек екенін түсіндік. Содан кейін әрқашан біз сен зерттеушісің деген логикалық тапсырманы орындадық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Тамаша. Ал үйге номері 9 есепті беремін. Жақсылап тұрып осы есепті шығарып, маған кері байланыс ретінде суретке түсіріп, чатқа жібере ғой. Келесте кездескенше сау бола ғой.